Достар, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге қарын бүрме жасаймын, ол үшін ет қажет. Менде құлынның еті бұл жерде. Одан кейін дәмдеуіштер, тұз қажет, бұрыш қажет, паприка қостым мен, және сәбіз көкөністерден, картоп және сарымсақ қажет. Енді ең бірінші етімізді алып тураймыз. Етті өте іркілт қылмай, орташа көлемде, кәдімгі етті турағанда, ет асқанда қалай тураймыз, сол көлемде турап алыңыздар. Мінекей, тек қана қара кесек ет қоспаңыздар, оның ішіне майлы еттерді қосыңыздар. Жалпы бұның ішіне тек қана осындай жас ет емес, сүр еттерді қосып пайдалануға болады. Өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Міне етім турап болдым. Енді осы әрі-әрі қылып көкөністерімді турап аламын. Енді сарымсақтарымызды міндетті түрде тураңыздар, үкіштен өткізбеңіздер, өйткені туралған сарымсақтың дәмі басқаша болады. Сондықтан турап алыңыздар, өте ұсақтамайсыздар осылай. Сарымсағымызды турап аламыз. Сарымсағы негізі молырақ болған дұрыс, сарымсағы мен бұрышының татымды болған дұрыс. Енді тұзымызды себеміз. Бұл жерде менің етім тұздалмаған, сондықтан тұз сеуіп, тұздап қоямын. Одан кейін дәмдеуіштерімді себем, паприкамды сеуіп жатыр. Қара бұрышымды себем. Қарнымды әкеп дайындап қойдым. Енді осы бұрыш сеуіп болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Әбден араластырып алыңыздар, өйткені барлық жеріне де жаңағы тұздарымыз, дәмдеуіштеріміз және сарымсағымыз барлық жеріне араласу қажет. Мінекей әбден араластырып жатырмыз. Кішкене ыдысымда тарлау болып тұр, жаңағы тез араластыра алмай жатқаным. Кеңірек ыдысқа салып араластырсаңыз жақсы болады. Мінекей араластырып болдық. Қарнның ішіне салатын етімізді, енді қарнымызды алдық. Бұның бір үшін тігіп та жасайды. Енді мен өзім буа салдым осылай. Шұжықтардың жиегін байлайды ғой, сол ұқсатып, кішкене тығыздау қылып байлап буып қойдым. Арнайы осындай жуан жіптермен байлай саласыздар. Енді міне қарнымызға осы дайындаған көкөнісіміз бар, етіміз бар, барлық қоспамызды ішіне салып шығамыз. Қарнымызды әбден тазалап жуылған. Осылай сала бересіздер, жылжытып жатырмын мен. Енді осы көлемде кетеді-ау деп өзім мөлшерлеп алып келгем етті. Осы менің қарныма жетеді. Барлығын салып аламыз осылай. Негізі өте тығыздап жасамаңыздар.
өйткені тығыз, өте іші тығыз болғаннан кейін молырақ қайнату керек негізі. Ішінде кішкене бос тұрған дұрыс. Ақырында өйстіп жылжытып босатып қоясыздар, мінекей. Енді бұның ішіне мен дайын жасалып тұрған шұжық болмағандықтан әсіп салып жіберейін деп жатырмын. Әсіп тұр, дайын жасалып тұрған әсіп болғандықтан сол әсіпті салып жіберейін деп жатырмын, мінекей. Енді мынау қарынның аузын буып қоямыз. Негізі тігіп те жатады, осы тіге салуға да болады. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар, тігесіздер ма, осылай буасыздар ма, өздеріңіз қалай ыңғайлы солын жасайсыздар. Міне. Мынау қарын кішкене жылжып кетіп байлатпай жатыр. Мінекей. Қарынымызды байлап болып қойдық. Міне қарын бүрмеміз дайын. Енді қазанға салып басатын боламыз. Міне суымызды құйып қойдық. Газымыздың астын жақтық. Осылай бисмилла деп суымызға салып жатырмыз. Міне байқап тұрсыздар ма? Өте тығыз емес. Тығыз болмаған дұрыс негізі. Піскен кезде көп. Бұны енді жалпы 2,5-3 сағат қайнатсаңыздар тығымыз. Өйткені ана ішіне тығыз тұрғандықтан ол солай болады. Мінекей, 2,5-3 сағаттан кейін осындай бүрмеміз дайын болады. Міне. Ал морковь шығып жатыр шетінен. Мінекей. Өзінің сөлінде піскен. Енді иісі деген аңқып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер осындай тағамды. Міндетті түрде. Міне. Енді бұны мен өте әсемдемеген себебім өзімізге семьямызға жасап жатқандықтан табаққа әсемдей қоймадым. Егерде енді қонаққа ұсынатын болсаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты әсемдеп аласыздар ғой, міне. Керемет. Ішінде әсібіміз де шықты, міне. Әсіпті алып бөлек турап аламыз. Өте ыстық, енді қазаннан жаңа түскендіктен. Сөлінің өзі ерекше бір түр беріп тұр. Енді қазір осы әсіпті тураймын. Жалпы қазы қосып та жасауыңызға болады бұны. Шұжық та қосып, сүрет те салып жасауыңызға болады. Енді өзіңіздің қалауыңыз білет, қалай жасағыңыз келген. Өзіңіздің қиялыңыз білет, қалай керемет қылып жасауыңызды. Жалпы не нәрсені де махаббатпен сүйіп істесеңіздер, жақсы, керемет, дәмді тамақ шығады. Ас болсын, міндетті түрде сіздер жасаңыз.